Мен сіздерге өз өмірімнен 3 хикая айтып бергім келеді. Бар болған осы. Керемет ештеңесі де жоқ. Қарапайым ғана 3 хикая. Біріншісі, нүктелердің қосылуы туралы. Мен 6 ай оқудан соң Рид колледждегі оқуымды тастап кеттім. Бірақ түпкілікті кетіп қалғанша әлде 18 ай бойы қонақ ретінде келіп кетіп жүрдім. Мен оқуды неге тастадым? Барлығы да мен дүниеге келгенге дейін басталған еді. Менің туған анам тұрмысқа шықпаған, жас аспирант қыз болды да, мені асырап алуға беру туралы шешім қабылдайды. Ол, мені асырап алатын адамдардың жоғары білімі болу керек деген талап қойғандықтан, менің маңдайыма заңгер отбасының баласы болуы жазылыпты. Шындығында, мен дүниеге келерден бұрын олардың қалауы қыз бала болған. Сондықтан түн ортасында кезекте тұрған басқа отбасына, түбінде мені асырап алған отбасына қоңырау шалынып, күтпеген жерден ұл бала дүниеге келді. Ол сіздерге керек пе деген сауал қойылады. Олар әрине деп жауап береді. Кейін менің туған анам асырап алған анамның колледждің, ал әкемнің ешқашанда мектеп түлегі болмағанын біледі. Ол бала асырап алу туралы қағаздарға қол қоюдан бас тартады. Тек бірнеше ай өткен соң ата-анам оған міндетті түрде колледжде оқытамыз деп уәде берген кезде ғана рұқсатын береді. 17 жыл өткен соң оқуға түстім. Бірақ мен албырттығымнан дәл осы Стэнфорд сияқты қымбат колледжді таңдап алдым да, әке шешемнің барлық жиған тергені менің оқуыма жұмсалды. 6 ай өтер өтпестен оқуды жалғастырудың еш мәнісін көрмедім. Мен өзімнің бұл өмірде немен айналысқым келетінін білген жоқпын. Және мұны түсінуім үшін колледждің нендей көмек беретінін ұғына алмадым. Осылайша ата-анамның өмірі бойы жинаған қаражаттарын осыған жұмсаумен ғана айналыстым. Сондықтан мен колледжді тастау туралы шешім қабылдап, бәрінің де бір жөні болар деп сендім. Бастапқыда қорыққаным рас. Бірақ қазір өткеніме көз салсам, бұл менің өмірімдегі ең керемет шешім болғанын түсінемін. Мен колледжді тастап кеткен кезде мен міндетті сабақтарға бармай, өзіме қызықты сабақтарға ғана қатыса алатын болдым. Бірақ бәрі де анау айтқандай тамаша бола қоймады. Жатақханада бөлмем жоқ болатын, сондықтан достарымның бөлмесінде еден ұйықтап, тамақ сатып алу үшін 5 центке кола шөлмектерін өткізіп күн көрдім. Әр жексенбінің кешінде қаланың 7 шақырым жерде орналасқан кришнаиттер ғибадатханасына аптасына бір рет тамақтануға баратынмын. Маған бұл ұнайтын. Кейіннен менің қызығушылығым және ішкі түйсігімнің жетегіне еріп, тап болған жағдайлардың көбі баға жетпес құндылыққа ие болды. Мәселен, Рид колледжде каллиграфия бойынша ең үздік сабақтар өтетін. Бүкіл кампус ішіндегі әрбір постер, әрбір суырманың бетіндегі жапсырма қағаздар каллиграфиялық қол жазумен жазылатын. Оқудан шығып, қалыпты сабақтарға қатыса алмайтын болғандықтан, каллиграфия сабақтарына жазылдым. Мен мұнда кертікті және кертіксіз таңбалар туралы, әріптер комбинациялары арасындағы әртүрлі шегіністер туралы, әдемі полиграфияны әдемі ететін нәрселер туралы біліп алдым. Ол ескі кітаптардағыдай әдемі, ешбір ғылым түсініп болмайтындай әдемі, нәзік өнер туындысындай еді. Бәрі ғажайыптай көрінетін. Бұның ішіндегі ешбір нәрсе сол кезде менің өмірім үшін пайдалы болып көрінбеген болатын. Бірақ 10 жыл өткен соң, біз бірінші Макинтошты әзірлегенде, мұның бәрі де пайдаға жарады. Осылайша Мак әдемі полиграфиясы бар бірінші компьютерге айналды. Мен колледжде сол курсқа жазылмағанда, Макта бірнеше гарнитуралар мен пропорционалды қаріптер ешқашан болмас еді. Ал Windows Мактан қаріптерді жай ғана көшіріп алмағанда, дербес компьютерлерде олар мүлде болмас еді. Егер оқудан шығарылмасам, мен ешқашан каллиграфия курсынан жазылмас едім. Және компьютерлерде қазіргідей таңғаларлық полиграфия болмас еді. Мен әрине сол колледжде болған кезде бұл нүктелердің барлығын бір жерге қоса алмадым. Дегенмен 10 жыл өткен соң барлығы да айқындалды. Тағы да айтамын, сіз барлық нүктелерді болашақта болжап қоса алмайсыз. Барлық нүктелер өткенге үңілгенде ғана бір-бірінен жалғанады. Сондықтан сізге болашақта бір-біріне қосылатын нүктелерге ғана сенуге тура келеді. Сізге бір нәрсеге, өз мінезіңізге, тағдырыңызға, өміріңізге, пешенеңізге, неге болса да үміт артуыңызға тура келеді. Өйткені барлық нүктелер нақты бір жолға түйіседі деген сенім, тіпті сіз даңғыл жолдан бұрылып кеттім деп ойласаңыз да, өз жүрегіңізді тыңдауға мәжбүр етеді. Мұндай тәсіл мені ешқашанда жолда қалдырған емес. Менің екінші хикаям махаббат пен айырылу туралы.
менің жолым болды. Мен өмірде ұнатып жасайтын нәрсемді барынша ерте таптым. Ол және менің 20 жасымда ата-анамның гаражында Apple-дың негізін қаладық. Біз бар күшімізді салып еңбек еттік. Және 10 жылдан соң Apple гараждағы 2 адамнан 4000 қызметкері бар, $2 миллиард табысы бар компанияға айналды. Біз өзіміздің ең жақсы туындымыз Macintosh-ты 1 жыл бұрын жарыққа шығардық. Бұл кезде мен енді ғана 30-ға толған едім. Содан соң мен жұмыстан шығарылдым. Өзіңіз негізін қалаған компаниядан сізді қалай жұмыстан шығарып жібере алады? Apple-дың өсу шамасына қарай мен компанияны басқару ісінде талантты деп санаған талантты адамдарды жалдадық. Және алғашқы 5 жылда барлығы жақсы жүрді. Бірақ кейін біздің болашаққа деген көзқарасымыз екіге айырылып, біз түптің түбінде жанжалдасып тындық. Директорлар кеңесі мені жақтамады. Сондықтан 30 жасымда жұмыссыз қалдым. Оған қоса басым дауға қалды. Менің өмірімнің мәні болған нәрседен айырылдым. Сұмдығы да осы еді. Бірнеше ай бойы не істеу керектігін білмедім. Мен кәсіпкерлердің өткен буынының сенімін ақтай алмағандай, сабақтастықты үзіп алғандай сезімде болдым. Дэвид Паккард және Бой Нойспен кездестімде, жасаған ақмақтығым үшін кешірім сұрауға да тырыстым. Бұл жанжалды сәтсіздік болды. Және мен көз көрмес бір жерге қашып кеттім де келді. Жайлап бір нәрсені ұғына бастадым. Менің бойымда өз ісіме деген сүйіспеншілік әлде бар екенін түсіндім. Apple-дегі оқиғалар менің сүйіспеншілігіме еш әсерін тигізбеді. Есем кетсе де сүйіспеншілікті жоғалтпадым. Ақыр соңында барлығында басынан бастау туралы шешім қабылдадым. Ол кезде мен бұны түсінбеген дедім. Бірақ Apple-ден жұмыстан шығарылуым басыма түскен жағдайлардың ең жақсысы болды. Табысты адамның иығындағы жүк жаңалыққа бет бұрған, қайсы бір нәрсеге сенімі аздау адамның есерлігіне алмасты. Мен бар нәрседен арылып, өз өмірімнің ең бір шығармашыл және мазмұнды кезеңіне аяқ бастым. Келесі 5 жылда мен Next және Pixar деген 2 компанияның негізін қаладым. Және кейін менің сүйікті жарым болған ғажап әйелге ғашық болдым. Pixar ең алғашқы Toy Story компьютерлік анимациялық фильмін жарыққа шығарды. Және қазіргі уақыт әлемдегі ең табысты анимациялық студия болып табылады. Адам сенгісіз жағдайлардың тоғысуы нәтижесінде Apple Next компаниясын сатып алып, мен Apple компаниясына қайта оралдым. Next жасаған технология Apple-дың бүгінгі өрлеуінің іргетасына айналды. Ал біз Лаурен екеуміз тамаша отбасын құрдық. Егер мені Apple-дан жұмыстан шығарып жібермесе, мұның бірде болмас еді. Бұған сенімім мол. Дәрінің дәмі шектен тыс ащы болды. Бірақ емделушіге шипасы тиді. Кейде өмір бізді төбемізден кірпішпен ұрады. Сенімді жоғалтпаңыз. Маған өз ісімді жалғастыруға көмектескен жалғыз нәрсе өз ісіме деген сүйіспеншілік болғанына сенімдімін. Сіздерге де өзіңіз жақсы көретін істі тауып алуға қажет. Жұмысыңыз үшін де, қарым-қатынас үшін де ең дұрысы осы. Өміріңіздің көп бөлігі жұмыспен толған. Және бұл ретте толық риза болудың жалғыз тәсілі сіздің ойыңызша ұлы деп саналатын нәрсені іске асыру. Ал ол істерді жасаудың жалғыз жолы ісіңізге деген махаббат. Егер сіз әлі өз ісіңізді таппасаңыз, ізденіңіз, тоқтамаңыз. Тапқан кезде ғашықтық сезімінде күй кешесіз. Және кез келген жақсы қарым-қатынастар сияқты, ол жылдар жылжыған сайын жақсарып арта түседі. Сондықтан тапқанша іздеуден жалықпаңыз, тоқтамаңыз. Үшінші хикая өлім туралы. 17 жасында мен мынадай бір дәйек сөзді оқыдым. Онда шамамен былай деп айтылады. Егер сіз әрбір күнді өміріңіздің соңғы күнінде етіп өткізсеңіз, әйтеуір бір күні бұл шындыққа айналады. Бұл сөздер маған қатты әсер етті. Және содан бері мен өмірімнің соңғы 33 жылында таңертең айнаға қарап өзіме, егер бүгінгі күні мен өмірімнің соңғы күні болса, бүгін істейтін ісімді істер ме едім деп сұрақ қоямын. Бірнеше күн қатарынан жоқ деген жауап алынғанда ғана мен бірдеңені өзгерту керектігін түсіндім. Өлімнің жақын екендігін есте сақтау менің өмірімде қиын шешімдер қабылдауға көмектесетін ең маңызды құрал. Сондықтан басқаның ойы тәкаппарлық, ұятқа қалу немесе сәтсіздікке ұшырау деген қалғанының бәрі де өлім алдында күшін жоғалтып, шын маңызды нәрселер ғана қалады. Өлімді ұмытпау, дүние қуып кету деген ойлар шырмауынан құтылудың ең жақсы тәсілі. Сіз әлдеқашаннан жалаңашсыз. Жүректің айтқанына көнбейтіндей себеп сізде енді жоқ. Ешкімде өлгісі келмейді. Тіпті жұмақтан орын тиетін адамдардың өзі де өлгісі келмейді. Дегенмен өлім дегеніміз біз баратын межелі нүкте. Ешкім ешқашан өлімнен қашып құтылған емес. Осылай болу керек те. Өйткені өлім өмірдің ең жақсы туындысы іспетті. Ол өмірдегі барлық өзгерістердің себептері. Ол жаңа жолды ашу үшін ескіден тазартады.
Қазіргінің жаңасы сіз, бірақ қайбір уақытта көп уақыт қалған жоқ. Сіз де ескіге айналып, сізден де арылады. Қаншалықты ауыр болса да, шындық осы. Уақытыңыз шектеулі, сондықтан оны біреудің өміріне жұмсамаңыз. Басқа адамдардың ойларымен өмір сүруді білдіретін қағида тұзағына түспеңіз. Сіздің ішкі дауысыңыздың үнін өшіретін бөтен пікірлердің шығуына жол бермеңіз. Ең маңыздысы, өз жүрегіңіз бен түйсігіңіздің үніне құлақ асуға батылдығыңыз болсын. Бұл екеуіне қандай да бір беймәлім жолдармен сіздің шын мәнінде кім болғыңыз келетіні бесенеден белгілі. Қалғанының бәрі де тұрлаусыз. Тойымсыз болыңыз, албырт болып қалыңыз. Мен де өзіме әрқашан осыны тілейдім.